Аты жөнім Көпжасар Дидар. Осы Олимпиада даярлау орталығында 2022 жылдан бері жұмыс атқарам. Қазір осы әйелдер күресі жастар және жасөспірімдер құрама командасының әдіскері болып табылам. Біз жаттықтырушылармен бірге қоса бірлесіп, жылдық жоспар құрып, спортшылардың сапалы дайындалуына мән береміз. Спортшыларды жеке формамен және оларды өздерінің спортқа керекті жабдықтармен барлығымен қамтамасыз етеміз. Біз әр жыл сайын өтетін Қазақстан Республикасының чемпионатының нәтижелеріне қарай Олимпиада даярлау орталығының құрама командасын іріктейміз. Біз жылдық жоспарға сай спортшыларды оқу-жаттығу жиындарына, халықаралық жарыстарға және Азия және әлем чемпионаттарына сапарға жібереміз. Бұл шаралардың нәтижесіне қарай біз ересектер құрама командасына резерв дайындап береміз. Біз әрбір өткізген халықаралық жарыстарға жаттықтырушылармен жиналыс өткізіп, кемшіліктерін және жақсы жақтарын талдай отырып қорытынды жасаймыз. Біз жаттықтырушылармен оқу-жаттығу жиындарын өткізіп, оларға жоспар құрып, және оқу-жаттығу жиындарына басқа қалалар мен облыстардан спортшыларды осы іс-шараға шақырамыз. Біздің күрес түрлері бойынша Олимпиада даярлау орталығының спортшылары осы әлемдік додаларда еліміздің көк туын желбіретіп, жақсы нәтиже көрсеткені бізге мақтаныш.